Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін медовик тортын пісіреміз. Өте жұмсақ дәмді болып шығады. Достар, дайындап көріңіздер. Бізге керекті сармай, үстіне қант қосамыз, бал қосамыз. Әрі қарай водяной баняның үстіне қойып, жақсылап ерітіп аламыз. Өмір теңіз толқыса жаныңды желкенетесің. Еркелей берем, еркелей үстіне ас содасын қосамыз. Құшағыңа бір қысып сен мені жалғызым десе. Қамырымыз осылай 2 есе ұлғаяды. Еркелей берем, Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаларды жақсылап араластырып аламыз. Қуаныш пен шаттыққа толтырып әрбір күнімді, махаббат пен сезіммен сыйлайтын алдым бөлімді. Баяны бар бақытқа бөледің жаны сен мені. Ал мен болсам бәрі саған арнадым балғымымды. Еркелей берем, Ары қарай ұнымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. жалғызым десең. Еркелей берем, еркелей берем. Еркелетіп құшақтап сен мені тағдырым десең. Міне қамырымыз дайын болды. Қойылғы осындай болуы керек. Табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне жартысын құямыз. Жақсылап жан-жағына барлығын тегістеп жаямыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Еркелей берем, Коржелеріміз дайын болды. құшағыңа бір қысып сен Өте мені жұмсақ болып шығады. жалғызым десең. Еркелей берем, Шеттерінің барлығын тегістеп кесіп аламыз. еркелей берем. Еркелетіп құшақтап сен мені тағдырым десең. Енді кремімізді дайындаймыз. Бізге керекті қаймақ. Қаймағымыздың үстіне кілегейді қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Міне креміміз дайын. Сағынасың сен мені Енді коржелеріміздің бетіне жағып шығамыз. Көңілімді аулайсың кешімді көркем Енді шетіндегі кесіп алғандарымызды барлығын блендерға салып ұнтақтаймыз. Сен менің басқадан ерте жетесің. Енді тортымыздың бетін әрлейміз. Толқыса жаныңды желкенетесің. Міне тортымыз дайын болды. Достар, өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Еркелей берем, құшағыңа бір қысып сен Толық мені рецепті төменде қалдырып кетемін. Еркелей берем, еркелей берем. Баршаңызға көп рахмет. Еркелетіп құшақтап сен мені тағдырым десең.